Маусым 1943 жыл. Менің аса қымбатты жаным, осы хатты жаза отырып, бет әлпетіңді көз алдыма елестетемін. Өзің туралы ойлар маған күн сайын жылу береді. Қазір ойласам, бұл естеліктер түс сияқты. Сенесің бе? Қан майданның отанымызға әкелген зияны орасан зор. Есіңде болса, алдыңғы хаттарда біздің фашистерден қалған ауыл аймақтарда не көргенімізді жазған болатынмын. Дене түршігерлік көрініс. Өзің жазған хатта Нағима тәте қатты жатыр депсің. Қапалымын, амалымыз қанша. Сонда да ем шипаларыңды тоқтатпай, қолдан келгенді істей беріңдер. Тезірек сауығып кетсін. Маусымның 6 күні бізді шағын ауылда орналастырды. Тұрғындары кемде-кем. Ауыл маңындағы тыныштықтан адам шошиды. Алдымен бір қорада болдық. Бірақ артынша мен және тағы 5 жігітті басқа жер аударғандарға қосылмай, осында қалған үйлердің бір қожасы, әйел адам өз үйіне қабылдап алды. Бізге инабатпен, зор аянышпен қарайды. Бірақ көмектесер шара жоқ. Өзінде азықтан түк те жоқ. Ол күні азық-түліктен еш нәрсе тимеді. Біз жеңістің әлі-ақ келеріне сеніп, қолдан келгенді жасап жатырмыз. Бірақ жігіттер аш, әліміз таусыларға шақ қалды. Бүгін барлаудан хабар келді. Немістер өзенді жағалап, бізден 70 шақырым жердегі аэродромды талқандапты. Бұдан арғысынан хабарым жоқ. Алайда тап қазіргі жағдайымыз мәз емес. Мәжбүрлеген әрекетсіздік фашистермен болған ұрыстан әлдеқайда қатты қажықтандырады. Бірақ жақында бір нәрсенің болатынына сезіктенемін. Аяулым менің, мен сені қатты сағындым. Қазір сенімен өткен күндердегідей кездесіп, серуендеп, бейбіт уақытта қала бойында жүріп, бірге шай ішсе ғой шіркін. Әл кетті, сендермен жүздессем арманым жоқ, менің алтындарым. Беттеріңнен сүйдім, өзіңе абай бол. Үйдегілерге, балаларға, Нағима тәтеге бас көз бол. Өздеріңнен хатты ынтызарлықпен күтемін. Әрі өзім жиірек хат жазуға тырысамын. Ізгі ниетпен, Ғалымжаның. Сұм майдан көп адамның өмірін әкетті. Ғалымжан соғыстан қайтпады. Ол соғыста айқасып, қан майдан алаңында осы хатты жазғаннан кейін, бір айдан кейін қаза тапты. Ал отанымыз үшін соғысып, осы күнге жеткен азаматтардың саны өте аз және күннен күнге азайып келеді.